Үшінші модуль жаңа логикалық амалдар, сандық және әріптік өрнектер, сандық ребустар. Қаншалықты баяу жүргеніңіз маңызды емес, қаншама уақыт тоқтамай жүргеніңіз маңызды. Сол үшін де сабақты тоқтатпай басынан аяқ жақсылап мұқият қарап шығыңыздар. Бірінші тапсырма: аққу сөзіне сәйкес келетін жауапты тап. Мына аққу сөзінде қарап тұрсақ, әрбір әріпке бір сан сәйкес келеді, қандай да бір сан. Енді мына әріптерді қараймыз. Қ деген екеуі қайталанып тұр. Демек, ортасында екінші, үшінші сандар қайталатын жауапты қараймыз. Қайталанатын жауап ол бізде Б жауабында тұр, яғни Б болады. Басқа жауап жоқ, өйткені басқа жауаптарды қарасаңыздар, ешқайсысы не болып тұр, қайталанбайды. Сонда Қ-ның мәні неге тең? 1-ге тең, А-ның мәні 3-ге тең, У-ның мәні 8-ге тең екенін анықтауға болады. Келесі екінші есеп. 4, 1, 3, 1, 9, 1 санына сәйкес келетін жауапты анықтам. Дәл сол секілді қараймыз. Мына жерде 1, 1, 1 деп тұрғанымыз бізде бірде әріпке сәйкес келу керек. Так, мына жерде бізде А деген әріп, так, үш әріп, бірақ та А бізде бірінші басталып кетіп тұр екен. Так, ұзынша дегенде жоқ, бірде әріптер, мазмұнда жоқ. Замана. Замана деген сөз қараш, замана. Яғни мына жерде не тұр? 4, мұнда 1, 3, 1, 9, 1 сәйкес кеп тұр ғой. А-ға 1 сәйкес кеп тұр, А-ға 1 сәйкес кеп тұр, А-ға 1 сәйкес кеп тұр. Демек, жауабы не болады екен? Е болады. Үшінші, осындай бір сандар берілген, осы сандардағы цифрлар белгілі бір әріптермен белгіленген. 747 санына қандай сөз сәйкес келетінін табыңыз дейді. 747 дегеніміз қарасаңыз екі жақ шеті бірдей әріпке сәйкес келу керек. Енді бірде әріп бізде санда жоқ, саста бар екен. Сосын мынау еседе бар, берде, бесте жоқ. Сонда сас пен есенің екеуінің қайсысы, соған қараймыз. Енді мына жерге қарап. Так, бірде бізде тағы 272 бар, я, 747 мен қоса. 272-де міне екі әріп бірдей, ортасындағы бір әріп тұр. Мында екі әріп бірдей, ортасында бір әріп тұр. Енді қара, мына жердегі бірдей 7 деген әріп, мынау келесі бірдейдің ортасында тұр екен, қараңыздар. Сонда қарайық, саста екі жағында 7 болса, мынау С есенің ортасында тұр. Мында мысалы Е бар, мында Е жоқ қой. Сондықтан бізде тек қана сасқа не сәйкес келеді екен? 747 сәйкес келеді. Неге? Өйткені мынау 747 деп тұрғандағы 7 саны С-ға сәйкес кеп тұр, 4 саны ол бізде А-ға сәйкес кеп тұр. Енді 272-ге қайсы сәйкес келеді? Есе сәйкес келеді. Сонда 272-ге бізде есе сәйкес келеді, міне есе сәйкес келеді, ал 747-ге бізге сас сәйкес келеді, сас. Сонда мына жерде 7 С болып тұр, көріп тұрсыздар ма? Мында да 7 С болып тұр. Яғни осыған қараймыз, бірде әріпке, бірде сан сәйкес келеді. Сонда жауабы Б болады. Төртінші сұрақ. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сандық белгілерді табыңыз дейді. Қараймыз, 1, 3, 5, 7, 7, 5, 9, 1 деген сияқты сандар мына жерде әріптердің жауабына сәйкес кеп тұр. Сонда 3, 9, 7, 8-ге сәйкес келетін мына суретті анықта дейді. Енді мына 3, бірінші бізде 3-тен басталатын фигураны, яғни анықтайық, суретті. Так, 3 саны бізде екінші кездесіп тұр бір жерде, тағы 3 қай жерде бар? 3 басында бар, 3 сонында бар. Яғни бізде 3-ке сәйкес келеді. Міне бірінші, екінші, сонында сәйкес келеді. Так, 1 кубик, так, үшінші, және так, кубик 3-те емес, 1-де, 2-де сонында, значит кубик емес. Так, подарка, сыйлыққа көрейік. Сыйлық, так, 1-де бар, сыйлық 2-де бар, міне 2-де сыйлық бар, сонында бар. Сонда бізде сыйлық не болып тұр? 3-ке сәйкес келуі мүмкін, я? Тағы басқа жауаптарды көрейік қазір. Так, келесі 3 газетті көрейік. Газет басында 3-ші, 2-ші болып тұр. Яғни бізде 1, 2 бар, и соны бар, я? Газет мына жерде 3 тұр, яғни бұл келмейді. Так, нота көрейік. Нота 1, нота вообще 4 рет кездесіп кеткен, а бізде 3 рет кездеседі, келмейді. Жұлдыз ол бізде 2 рет кездеседі, келмейді. Сонда бізде 3-ке біздің пайымдауымызша енді подарка, я? Сыйлық сәйкес кеп тұр. Қазір мына жерге сыйлық деп жазып қойып, енді сыйлық в общем сәйкес кеп тұр мына жерге. Так, бұл сыйлық. Енді келесі 9-ға қайсы сәйкес кеп тұр? Егер мында сыйлық сәйкес келсе, доп сәйкес келе ма? Тексерейік.
9 дегеніміз қай жерде бар? 9 дегеніміз үшінші әріп, екінші әріп болды, басқа жерде жоқ, е? Соны допқа қарайық. Доп екінші, үшінші. Сәйкес кеп тұр ғой доп. Демек, 9-ға доп сәйкес кеп тұр. Енді 7-ні көрейік. 7 ол, значит, кубик шығару керек. 7 ол басында бар, үшінші бар, және міне соңында бар. Яғни кубик басында, үшінші соңында. Міне кубик басында, үшінші соңында. Демек, кубик сәйкес кеп тұр. Яғни кубик сәйкес кеп тұр. Ойын сүйегі кубиктер сәйкес келіп тұр міне. Нүкте қоя салайын. Так, келесі жұлдыз. Енді жұлдызды көре салайық. 8 санына жұлдыз сәйкес келе ме? 8 бізде қай жерде? Соңында, басында. Жоқ, я басқа 8. Яғни міне жұлдыз міне соңында, басында болды. 8-ге жұлдыз сәйкес келеді. Сонда 3978 дегенге Б жауабы келеді. Сондықтан осы жауапты белгілейміз. Шатасып кетпес үшін барлығын қарап шыққан дұрыс. 5-ші, бізде А және Б бағаналарын салыстырып, дұрыс тұжырымды анықта дейді. Яғни А бағаны және Б бағаны берілген. А бағанында бізде формула берілген, Б бағанында да бір формула тұр. Біз сәйкес әріптердің орнына сан қоямыз. Енді Т, F деп тұрғанымыз не? Т деп тұрғанымыз ол 7-ге тең, F деп тұрғанымыз ол бізде 9-ға тең. Соны орнына қоямыз. Яғни Т орнына не қоямыз? 7 қоямыз, е? Жақша, Т деп тұрғанымыз 7, міне Т 7-ге тең, міне тұр ғой, Т 7-ге тең. 7 азайтылған F дегеніміз 9, F және бұның 4 дәрежесі. 7-тен 9 азайтқанда -2, -2-ның 4 дәрежесі нешеге тең болады? 16-ға тең. Сонда А оқиғасы бізде тең болады 16-ға. Енді Б оқиғасын анықтайық. 2L дейді. 2L деп тұрғанымыз тауып аламыз. Мен L ортасында тұр, яғни ортасында тұрған 3-ке тең болады. Қосылған 3, R дейді. R деп тұрғанымыз міне соңында тұр. Демек, мына соңында тұрған сәйкес келеді, ол 1-ге тең. Қосамыз E дейді. E деген ортасында тұр, ортасына 0 сәйкес кеп тұр. Яғни 0-ден 3 дәрежесі ол 0-ге тең, білеміз. Екі жерде 3, 6, 6-ға 3-ті 1-ге көбейтіп қосамыз 9, я? Сонда жауабы 9 шықты. Сонда Б-ның жауабы нешеге тең? 9-ға тең. Енді мына жерде не істейміз? Орындарына қойып тексерейік. А кіші Б қосып 6 дейді. А дегеніміз 16 ғой, жазайық. Кем, Б дегеніміз 9 ғой, қосамыз 16. 9-ға 6 қосамыз, 9-ға 6 қосқан 15 шығады. 16 15-тен кем дейді. Кем ба? Дұрыс емес, я? Демек, А жауабы бізде болмайды. А азайту Б тең -7 дейді. Тексерейік. 16-тан 9 азайтамыз, бізде -7 шықпайды ғой. Бізде неше шығады? +7 шығады, я? Сондықтан бұл бізде дұрыс емес жауап. А тең Б дейді. Дұрыс емес бұл. 2А кем 5 Б дейді. Көрейік. 2 көбейту 16 кем болады? 5 көбейтілген 9 дейді. 2-ке 16 қоссақ қанша шығады екен? Бізде шығады 32. Кем болады екен? 5 жерде 9 45. Сонда 32 45-тен кем. Дұрыс қой? Сонда бізде жауабы Д болады екен. Так, ол дұрыс жауап жоқ деген дұрыс емес. 6-шы есеп. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін сандарды тап. Бізде мынау жаңа логикалық амалдар мынау тұр ғой, 4 бұрышты боялған, шаршы боялған. Бұл бізде не қосуды білдіреді мұндай амалдар, не азайтуды білдіреді, немесе көбейтуді білдіру мүмкін, немесе бөлуді білдіру мүмкін, тіпті дәрежені білдіру мүмкін. Қандай да бір амалды білдіру мүмкін. Осы амалдарды біз не істейміз? Қойып тексерейік. Енді мына жерде аз шамалар шығып тұрғандықтан, яғни бізде не болып тұр? Бізде ойлап тұр, мұнан бәрін қосып, азайтып көрсек, көбейтіп, бөліп қажет емес шығар деп ойлап тұр. Мына жерде бәрін қоссам мен, 1 қосу 9, қосу 8, мына жерде азайтамын, 3 қосу 2, қосу 5. Осылай шығатын сияқты болып тұр. Так, 3 қосу 2, қосу 5. Бәрін қосып азайтсақ, так, мына жерде шығады екен бізде 18, мына жерде шығады екен бізде 10, 18-ден 10-ды азайтқанда 8. Сәйкес кеп тұр ғой, сәйкес кеп тұр біріншісі. Енді бұл заңдылықты екінші үшінде тексеріп көремін. Егер де барлығына үшеу үшін осы заңдылық дұрыс болса, демек төртіншісін мен не істеймін? Осы заңдылықпен есептеп тауып аламын. Сонда мына жерде қалай болып тұр? 6, 8, 4-ті қостым, мынан бәрін қосып шықтым, азайттым мына екінші өрнектегі қосындысына. Сонда менде мына жерде шығады екен 18, так, мына екінші ақшада шығады екен 7, 18-ден 7 азайттым 11. Шығып тұр ғой, шығып тұр. Осы заңдылық демек 3-ке де орындалу керек менде. Тексере салайын, 9, 7 қосу 3, азайтамыз.
3 қосу 5 қосу 6 тең болады. Так, мына жерде менде 19 шығып тұр. Ал мына жерде менде шығады екен 14 шығады. 19-дан 14-ті алған кезде 5 шығады. Шығып тұр, ондай жауап. Енді төртіншісі менде қалай болады сонда? 8-ге қосады екем 7-ні, қосамын 5-ті, азайтамын 4-ке қосамын 1-ді, қосамын 2-ні. Осы кезде қанша шығады? Мына жерде 20 шығады екен. Так, мына жерде менде шығады екен 7. 20-дан 7 азайтқанда 13 болады. Сонда жауабы С нұсқасы дұрыс келеді, 13 болады. Келесі 7-ші есеп. Егер А және мынандай белгі берілген Б дейді, А куб тең болады екен А куб қосу Б болса, онда 2 мен 12 өрнегінің мәнін табыңыз. Мұндағы мынандай жаңа айттым, ол логикалық қандайды бір амал беріледі, логикалық амалдың таңбасы екен. Біз мына таңбаға мән бермейміз. Бұл формула беріліп тұр. Мына формуланы, осы формуланың орнына А-ның орнына 2-ні қойып, Б-ның орнына 12-ні қойып, біз есептейміз. Сонда мына формуланы қараңызшы, 2 және 12 дейді, бұл тең болады. Мынау А-ға ұқсап тұр ғой, А мына жерде Б болып тұр. Бұл формула не деп тұр? А-ның кубы қосу Б-ға тең деп тұр. Енді А бізде нешеге тең болып тұр? Қарасақ, мына жерге сәйкес келіп тұр. А тең бізде 2-ге тең болып тұр. Б тең болады 12-ге тең болып тұр. Сонда мына орнына қоямыз. А-ның кубы деп тұрғанымыз 2-ның кубы, қосамыз Б дегеніміз 12. 2-ның кубы 8, қосамыз 12, тең болады екен 20. Енді мына жерде 2-ның кубы дегенді бәріміз есептеу білетін шығармыз, Егер есептеу білмесеңіздер, тағы бір көрсетіп кетейін. 2-ның кубы деп тұрғанымыз, ол бізде 2 көбейту 2 көбейту 2. Бір-біріне 2-ні 3 рет көбейтеміз. 2 жерде 2, 4, 4 2-ге өткенде 8 шығады. Сонда мына 2-ның кубы 8-ге тең деп жазғанын түсіндіріп жатырмын. Сонда менде жауабы қанша болды? 20 болды жауап. 20 деген жауап ол бізде А нұсқасы. Келесі 8. Егер М станок тапсырманы П сағатта орындай алатын болса, онда сол тапсырманы М қосу 2 станок қанша сағатта орындай алады. Бұл есеп негізі пропорцияға берілген есептер ғой. Қараймыз. Және бұнда қара жұмыс өнімділігі берілген, сондықтан бізде тура пропорционалдық болады. Пропорция құрсақ М станок қанша П сағатта орындайды. П сағат. Так, орындай болса, онда сол тапсырманы М қосу 2 станок не істейді? Қанша сағатта орындайды? Ол бізде X сағатта, X сағатта орындайды. Енді тапсырманы, егерде М қосу 2 станок орындаса, көп станок, басында М станок болды, енді М қосу 2 одан көп, 2-ке көп болса, біз не істейміз? Тезірек бітіреміз, Так, бұндай есептерде біз не істейміз? Тура пропорционалды қолданамыз. Бізде пропорцияның қасиеті бойынша М-ді X-қа М қосу 2-ні П-ға көбейту керекпіз ғой, негізі. Бірақ бұл тура пропорционалды болғандықтан М-ді П-ға көбейтеміз. Тең болады М қосу 2-ні не істейміз? X-қа көбейтеміз. Енді X деп тұрғанымыз бізде ізделінді сағат, тең болады МП бөлінген М қосу 2. Так, бұл бізде мынау жауабы не болады? Соңғы жауап, жауабы болады екен. Соған сәйкес келеді. 9-шы есеп. Тік төртбұрышты периметрі 22 см. Оның ені Б сантиметр, тік төртбұрыштың ауданын табыңыз дейді. Тік төртбұрыштың периметрінің формуласын осы жерде білу керек. Ол дегеніміз 2А қосу Б. Өзі тік төртбұрыш дегеніміз, ол мынауға мына тік төртбұрыш, мына жерде А болады ұзындығы, мынау Б ені болады. Енді бұл периметрдің формуласы мына А-ға А, Б-ға Б қосудың бәрін қосып жатпаймыз. А-ға Б-ны қосып 2-ке көбейтеміз. Және бұл тең деп тұр бізге 22-ке тең. Енді айтып тұр, тік төртбұрыштың ауданын тап дейді. С сұрақ. С-тің формуласы аудандығы А көбейту Б. Енді бізде мынау А жоқ қой, Б-ны қалдыр дейді, өткен ені Б деп тұр. Енді А-ны біз не істейміз? Мынау арқылы өрнектейміз. А қосу Б тең болады. Мына 2-ке 22-ні бөліп жіберсем 11-ге тең. Сонда А тең болады 11 азайту Б. Мына 11 азайту Б-ны не істеймін? Мынау А-ның орнына қоям. Сонда ауданы тең болады А көбейту Б тең. А-ның орнына 11 азайту Б-ны қоямын. Және мына жерде
жақша қоям, көбейту б. Сонда бізде тік төртбұрыштың ауданын табыңыз, ауданы 11 азайту б, көбейту б. Ол бізде д жауабы екен. Енді мына 10-шы есепке келейік. Ребустағы әріптердің орнына тиісті цифрларды тауып, f қосу e азайту d тең сұрақ өрнегінің мәнін табыңыз дейді. Яғни бір әріпке бізде қандай да бір сан сәйкес келеді. Енді 9d2 азайтылған e4f тең шығады екен 187. Мына жерде қараймыз, қандай да бір 2-ден f-ті азайтсақ 7 шығады. Енді 2-ден біз сан азайтсақ 7 шықпайды, сондықтан біз мына жақтан не істейміз? Көмек сұраймыз. Сонда 12 болады, 12-ден қандай санды азайтқанда 7 шығады, 5-ті азайтамыз. 12-ден 5-ті азайтқан кезде 7 шығады. Сонда бізде f не болады? 5-ке тең болып тұр. Әрі қарай мынан бірі кетіп қалды. Қандай да бір саннан 4-ті азайтқанда 8 шығады. 8 шығу үшін мынау санда не істейді? Мына жақтан көмек сұраған. Сосын одан 4 азайтқанда 8 шығу үшін 8-ге 4 қосамыз қанша? 12. 12 мына жерде, яғни 2 тұру керек. Бірақ біз мына жақта бірін көмекке беріп қойды ғой. Демек, бұл жерде 3 деген сан тұру керек. Сонда мына жерде 3 тұрады, бірі көмекке кетіп қалады, 2 болып қалады. Сонда 9-дан 1 алғанда 12-ден 4 азайтқанда 8 шығып тұр. Сонда бізде d тең болады, 3-ке тең болу керек. Әрі қарай 9-ын біреу кетіп қалды, 8. 8-ден e алғанда 1 шығады. E деп тұрғанымыз онда бізде 7. E 7-ге тең. Сонда 8-ден 1 алған 8-ден 7 алғанда 1 шығады. Енді осымыз жазып көрейік, тексеріп. 9, 3, 2 азайту d-ның орнына 3 қойдым. E дегеніміз 7 ғой. 7, 4, 5. Енді 187 шыға ма, 12-ден 5 аламыз 7, 2 болып қалды, 12-ден 4 аламыз 8, 8-ден 7 аламыз 1, 187 шығып тұр. Демек, бізде әріптер қойғанымыз дұрыс. Енді бізге сұрап тұр, f қосу e азайту d нешеге тең дейді. F деп тұрғанымыз 5, e-ні қосамыз 7, азайтамыз d дегеніміз 3. Сонда 12-ден 3-ті азайтқанда неше болады? 9. Сонда жауабы А жауабы 9 екен. 11-ші есеп. Ребустағы әріптердің орнына тиісті цифрларды тауып, K, L, M қосындыларын тап дейді. Енді бұл жерде кішкене күрделі көбейту беріліп тұр. 1K, L-ді M және 7-ге көбейтсек 868 дейді. Енді қараймыз. 7-ні бірінші L-ға көбейтсек 8 шығатындай. 7-нің көбейту кестесіне 8-ге аяқталатын қандай сан бар? Ол бізде 28, Демек, мынау L-іміз 4 болу керек. 7-ні 4-ге көбейтсек 28, 8-ін жаздық, екісі ойда. 7-ні K-ға көбейттік, қандай да бір сан шықты, соған 2 қосқанда 6 шықты. Яғни ол сан 4-пен аяқталып тұр. 7-ні көбейту кестесіне бізде 4-пен аяқталатын, ол 14 бар, Демек, мынау жерде бізде 2 болу мүмкін. Енді 2-ні 7-ге көбейтсе 14, ойдағы 2 мен 6, енді бұл жерде уже 1 ойда қалды, 1 ойда тұр. 7-ні 1-ге өтсем 7, ойдағы 1 мен 8 шығып тұрған сияқты, Енді M-ді көрейік. M-ді білмейміз қандай сан, Мына жерде қандай сан тұратынын да білмейміз. Оны қайдан білеміз енді? M-ді біз қандай сан деп алайық? M, L, K дейді. Бізде қандай сандар кетті? 1, 2 бар, 3, 4, 5, L дейді. Мұнда 4, мұнда L-ді қара, L 4 болса, демек мына жерде уже біз білеміз, мына жерде 4 деген сан шығу керек. Осымен қойық. 4 деген сан шығу үшін, мынаған бір санды қосқан кезде, бізде үлкен сан шығып кетсе, значит, мына жерде де не 4 болады, не 3 болады мына жерде. Мына жерде біз, онда айтайық, мына жерде біз 4 болады деп алайық, Мына жерде 4 болса, қосқанда 4 шығу үшін, мына жерде 4 болса, демек, M мына жерде не болады? 4-ке тең болады, өйткені 4-ті 1-ге көтсек 4 қой. Демек, M-нің мәні мына жерде 4 болады, бірінші. Көрейік, M егер 4-ке тең болса қалай болады? 4-ті 4-ке көбейтсек бізде 6, 1 ойда, 4 жерде 2, 8, ойдағы мен 9 болады. Бұл жерде асып кетеді екен 4-тен. Сонда 4 боламайды. Өйткені қазінен қоссақ, мына қара 8, мұнда 2, 7, 8, ойдағы 1 ойда, сонда мына уже 5 болып кетеді. Демек 4 бола алмайды. Мынаны өшіріп тастайық. 4 бола алмаса, демек біз 3 деп аламыз онда.
3 деп алсақ, қазір бізде шығатын сияқты. 4 болмаса, значит 3 шығады онда демек. М-ді 3-ке тең деп алайық. М 3-ке тең болса, 3-ті 4-ке көбейтеміз, бізде 12 2-сін жазамыз. 1 ойда. 3-ті 2-ге өтеміз, 6 ойдағы мен 7, 3 жерде 1-ім 3. Енді қосайық 8, 6-ға 2 қосамыз 8, мында 5 ойдағы 1 мен 4. Сонда L 4-ке айналды. L 4 шығып тұр. Сонда бізде қандай сандар бар? 1, 2, 124 көбейтеміз 37. Тең болады. Тексерейік. 7-ні 4-ке көтеміз 8, 2 ойда. 7 жерде 2, 14 ойда 2 мен 6, 1 ойда. 7 жерде 1, 7 ойдағы 1 мен 8. Мін шықты 868. Қосу 3-ті 4-ке көтем 2, 1 ойда. 3 жерде 2, 6 ойдағы мен 7. 3 жерде 1-ім 3, 372. Қосайық 8 түсет, 8 түсет, 5 түсет, 4 түсет. 4588 шықты. Сонда KLM дейді. К дегеніміз нешеге тең болып тұр? К деген сонда 2-ке тең, міне К 2-ке тең. L дейді. L бізде 4-ке тең, М бізде неше 3-ке тең болып тұр. Сонда не істеу керек? Барлығын қосу керек. Барлығын қоса салсақ, 2-ке 4-ті қосамыз 3-ті. Кейде азайту беріледі, кейде әртүрлі амал беріледі, соған мән бер. 2-ке 4, 6, оған 3 қосамыз 9. Сонда жауабы не болады? 9 болады екен. Осымен сабағымыз аяқталды. Басынан бастап тағы қарап көріп шығыңыздар.